қорыққан бірінші таяқтайды деп Гүлжанатқа алдыменен Гүлжанатты таяқтап жатыр ғой. Ал негізінде нағыз қылмыскерлердің бәрі сол жаңағы ауыл алқасының мүшелері жаңа сізге қол қойыпты ғой. Жаңа мен ауыл алқасының мүшелерінің бәрі сол ауылдың мәселесінің бәрі шешілетін солардың қолынан деді. Сотталды ғой, мен 3 жылға сотталды. Несі де жоқ. Былтырда мысалы 16 декабрь күні 2 сержант 30 югырмен жабылып 2 қазақ жігітін ұрып соғып, даже біреу машинаның астына тығылған уақытта жаңағының машинаның үстінен жүргізді. Ал сол туралы іс қозғалды, бірақ оның бәрін жырып тастады. Жаңа 2 сержантқа бәле болады, ойбай деп зайырып алды менен. Ол іс даже күні қаулысын ала алмады мен. Осы маңқар қазақ деген сөзге намыстанса, Малыбай ауылындағы қазақтар намыстану керек еді бірінші кезекте. Осы Малыбай ауылында осы сөзге намыстанып, олар ұйықтай алмайған қазақтар бар ма? Жоқ, бұл намысқа бала күнімізден естіп кеткеннен кейін мұнда намыстанбаймыз да. Енді ұйғырлар енді намыстанса намыстанатын шығар, енді біз намыстанбаймыз оған. Жаңағы мысалы былтыр айдың осы уақытта жаңағы Алтайға біз бәлем алып тастағанбыз дейді. Кіреберісте қазақша небір қазақтың нелердің сөздері жазылу керек еді ғой, билердің. Ал біздің кіреберісімізде Малыбайда ата жұрттың алтын бесігін деген ұйғырша сөз жазылып тұрды. Соған менің жолдасым қатты күйінетін. Не сонда ұйғырдың ата жұрты ма екен бұл деп. Сонда небір бастықтар келіп атты, небір әкімдер келіп атты, соның біреуі намыстанып, соңынан алып тастайық, мынау неше жылдан бері тұрған сөз ғой деп, біреудің көзіне ілікпеді. Соған мен жаңағы күйеуім қатты намыстанып, жаңағы өз қолымен соны барып өртеген. Ал соның орнына қазір әлі сөздері жазылған жоқ қой. Мысалы, сол небір қазақтың билердің, шешендердің сөздері бар, жаңа ауылым алтын бесігім деп жазып қойса да болады. Ал бұл Алтай ағаның құлағына алтын сырға деп айтып отырмын да. Тағы да бар ма сұрағыңыз? Енді мынандай сұрақ. Осы Малыбай ауылының артынан не болмаса сол намыстанған қазақтардың артынан сөйлеуге мына қасыңыздағы отырған Досымбай өкілетті ме? Соны Малыбай ауылының қазақтары біздің атымыздан осылай сотқа деген тілек білдірді ме? Бірінші. Екіншісі, мынау 2006 жылғы шелектегі оқиғадан кейінгі шыққан мақала. Міне, уйгуры шелегі дейді. Государство ваше, а земля наша. Міне, осындай мақалалар көптеп шықты. Енді осының әсері сіздерге қалай болды? 2006 жылдан кейін 2008 жылы тағы қайталанып отыр осы. Бұл кәдімгі бір рецидив сияқты. Біздің енді ауылда бұрыннан қылмыстар, неше түрлі қылмыстар болып жатты. Мысалы ауылда қыз зорлау, 12 жасар қызды зорлады. Оның бәрін жаңағы сотқа берген үшін жаңағының үйіне ұйғырлар тыныштық бермеді. Әкесінде апарып сотқа өтірік бір сылтауды тауып, інілерінде, ағаларында бәрін түрмеге, ama оның жоғынан ақыры көшіп кетті. Ал қазір де сол кісінің неге көшті екен деп ойлайтынмын мен. Қазір сол кісінің есі менің басыма туып отыр. Жан жақтан қысым, күйеуім өлмей жатыр, ойларына келген істеп қысым көрсетіп жатыр. Ал дәл осылай бола беретін болса, бұдан арғы сорақылар шығады деп ойлаймын мен өз басым. Осының бәрі әлеуметтік экстремизм деп аталға келе ме? Келеді. Сол аз берген қызметкер ұйғыр халқына ма, қазақ халқына? Қазақ ұлтына. Сіз берген азыз кімге бердіңіз? Қылмыстық іс қозғау үшін. Ұйғыр азаматы. Сол ұйғыр азаматы сізге қылмыстық іс қозғау туралы шешім қабылдады. Неше күнде? Сөйлеп жүрді ме? Сол күні жоқ, ол болғаннан кейін, мен қосып ұрғаннан кейін сағат 10-ға дейін бар қазағымды шақырып келді, мен күтіп отырамын дегеннен кейін, енді участковый ол кезде біздің мектебімізде 60-70 милиционер болды. Сол кезде сол жерге бардым мен. Оның мен сөйді арыз бердім, соның мен бас. Олар қарады. Сіз сотқа айта аласыз ғой. Ұйғыр халқы ұлтынан қызметкер сіздің арызыңызды қабылдап, қылмыстық іс қозғау бойынша шешім қабылдады.
Мен аннан или қазақ бас жазса Жоқ, қазақ болды ол. қазақ болды. сіз берген арызыңыз. Енді айтыңызшы, қазір сізге мына сотталушының қоғамдық қорғаушылары әлеуметтік экстремизм деген жадама деген сол сіз қалай мағынасын түсінесіз айтып жүрсіз? Әлеуметтік экстремизм деген қалай түсінесіз? Заматта мысалы айтып жатырмыз, ойбай мына Малыбайдағы қазақ деп жатырмыз. Бізде қазақтардың сол жердегі тұрғындардың бәрінің намысы, нелері, жігерлері құм болып кеткен, бәрі шындықты таба алмағаннан кейін жаңа ұлттың ұлт жанында емес деуді, содан кейін қазақ қазақтар енді азбыз да, содан кейін ұлтшарын не дейміз қазір енді мына жерде қозғалып отырған мәселенің бәрі ұлттық мәселе болғаннан кейін жаңағы неге мен келісемін, өйткені осы күмән келтіреді, осының бәрін мақала жазып қоздырып жүр дейді. Осы Айдын марқұм қайтыс болғаннан кейін мысалы ауылдарыңызға барып көңіл айтқан қаланың азаматы, бөгде адамдар, біздер деп адамыз басқа. Солардың біреу айнұр ұлт аралап, сендер осы көтеріп ұлт аралап деп айтыңдар деп ауыздарыңыз сөз салған адамдар болды ма жоқ? жоқ, ондай адамдар көрмедім да, есім ғой. Енді де сол. Сіз естігені болып қарашы, Максим білесіз бе? Бұл үшеу Алтай Досынбай болдың әкімнің орынбасары. Солай Айдың кезде дәл осы кісінің өзі Қазақстанның азаматы ретінде, қазақ азаматы ретінде ауылдарымызда болып, мынау ұлтаралық бірлік, ұйымшылдық туралы әңгіме айтты ма? Қазақтардың болмаса ұйғырлардың арызын шағымын тыңдап, түсініске жеткен адамдар болса соларды жарастырды ма? Не болмаса жаңағыдай ұйғыр ағайындарға сендер мына марқа қазақ дегендерің дұрыс сөз емес. Ол менің ұлттық намысыма тиеді, басқа қазақтың ұлттық намысына тиеді. Ертең осыдан үлкен жанжал шығып кетуі мүмкін деп ескертті ма? Не болмаса қазақ ағайындарға қазақтар бауырлар, сендер мына ұйғырларды неге сарт дейсіңдер? Неге басқа дейсіңдер? Олар жөн емес деген сияқты тәрбие жұмыстарын жүргізіп, бір азаматтық парызын өтеді ма? Қызмет парызын бұзар болды ма? Жоқ. Естімедім, былай көрмедім да көп. Біраз соңғы бірінші алғашқы қоңырауда бір көрдім, одан кейін Алтайға келіп кетіпті деп бір естідік бір неден. Одан кейін жаңа бір шалдан естідім, менің сыртымнан қол қойдыртып алып кетіпті. Соған маған сотқа шақырыпты деген әңгіме естідім, оларды Алтайдан былай кетіп деген естідім. Кім сыртынан қол қойдыртып? Нақты айтыңызшы. Салманов Түзелбай деген кісі.